Бүгін енді мінекей бидай көже істейміз. Бидайдың орнына мінекей перловка. Бұны әдемілеп жуу керек. Дұрыстап бірнеше рет жуу керек. Сосын бұны пісіреміз суға. Ал мінекей бірнеше рет жудық. Енді бұны суға салып, қайнатып пісіреміз. Енді бұған тұз саламыз. Перловкамыз пісті, тұзын салдық. Енді мұздатып қоямыз. Сосын айран қосып, көжені істейміз. Мұздатып қою керек. Ыстықтай құюға болмайды. Мына бидай көжемізді мұздатып алып келдік. Енді бұны қазір мына банкіге құямыз. Банкаға не үшін құяды? Ашыту үшін. Банкіге құямыз, одан кейін бұған ашытқысын саламыз. Ол ашытқыға, мысалы, айран құямыз, тан құямыз, сүт құямыз. Солардың бәрін араластырып, банкіге былғап қоямыз. Ол кішкене ашиды. Міне қосатынымыз айран, айранды құямыз. Одан кейін тан құямыз. Бәрін жақсылап араластырамыз. Сүт құямыз. Араластырамыз. Енді осының бәрін дайын тұрған көжемізге құямыз. Енді бұған кішкене қант саламыз. Бір қасықтай қант салу керек. Бұл бидай көжені жазда істейді. Шөл дегенде осыны ішеді. Мынау перловкасын бидайын жейді. Өте жақсы, пайдалы. Бұны кейбіреулер бидайдан жасайды, кейбіреулер жүгеріден жасайды, перловкадан жасайды. Мен мінекей перловкадан жасадым. Өте дәмді, әдемі, шөлге керемет. Міне, мынаны жесең тамақ, анасы сусын. Мынау енді бәрін істеп бітірдік. Енді бұл кішкене 1-2 сағат тұру керек, кішкене ашу керек. Содан кейін уже шеберуге болады. Дайын. Бұны жауып қоямыз мұн жаққа. Мінекей көжеміз дайын. Біраз тұрып ашыды. Енді ішеміз. Ал, көрек. Мінекей бидай көжеміз дайын. Көрек. Күшті күн. Әдемі кәм мұн. Жазда күшті ол. Әбірдемі, істеп көріңіздер. Жесең тамақ, іштең сусын. Өте күшті. Өте күшті. Дәмді. Баяғыда әжеміз жасайтын осыны. Күшті. Тамаша.